Бейімбет Майлин, Шұғаның белгісі. Біз елден шыққанда күнде сәскелікке жақындап еді. Ұшпалы сұр бұлттар, көшкен керуен сықылды, тіркесіп оңтүстікке қарай жылжып ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырай нұрын шаша бастады. Әйткенмен, солдан соққан салқын жел өзінің өткірлігімен жұқа киімнен ызғарын өткізіп, тоңдырып, сентябрь айының жеткендігін жолаушыға еріксіз ойлатарлық еді. Біз екеу едік. Менің астымда жортақылау тапал торы ат, жүргіштеу, ер-тоқымы мескілеу. Байлардың малға мінетін ер-тоқымы. Үстімде қонған үйімнен сұрап киген шидем күпі. Қолтығымдағы жыртығынан жел өтіп, мазамды алыңқырап келеді. Жолдасым 30-40-тардың шамасындағы жер ортасы адам. Сиректеу сақал мұрты бар. Қара бұжыр, күлімсіреп дөңгеленіп тұрған қара көзді, пішініне қарағанда біртүрлі сөйлемпаз адам секілді. Астында қойшылар мінген қара кербесті, үсті-үстіне ұрып отырмаса кейін қалып қала береді. Жел артымыздан еді. Ауылдан 10-15 шақырым шықтық. Жаздай жайлап, елдің шаңын шығарып тастаған жайлауын қақ жарып, құбылаға бет алып келе жатырмыз. Жанды қарта жоқ. Бірен-саран шалшық сулардың басында ұялып отырған топ-топ қаздарды көресің. Елдің жұртыңда жер ошақтың араларындағы сүйек саяқтарды, елдің сыртындағы ескі апандардың маңайына тасталған бірен-саран өлімтікке 10-15 жиналып, қара құс, қарға, өгіз, шағалалар той-тойлап жатыр. Жүрген сайын жер өнбегендей, сол ұшы-қиыры жоқ елдің жайлауы бітпейтіндей көрінді. Бір белеске шықсаң, алдыңда екінші белес. Мен шықтым. Манағдай емес, атқа жортқан соң денем жылынып, ептеп маңдайымнан терде шығайын деді. Жолдасымның басында желпен. Елден шығарда бауын мықтап байлап алған. Шабан қаракер үсті-үстіне ұрғызған соң, о да босанайын деді білем, желпенін шешіп алып беліне байлады. Миылғына түскен бөркін жоғарырақ көтеріп қойып, қаракерді бір тебініп, шаужайлап жіберіп, маған қатарласып, тым бері бұрыла бермеңіз, күнбатысқа таман жүрейік деді. Сіз кейін қалған соң, мен алдыңызды орақта берем. Жамандатқыр мынау бір ит екен, тіпті жүрмейді деп, қамшымен салып-салып жіберді. Менімен қатарласып алған соң, қаракердегі ашуы біткен тәрізденіп, азырақ жадыраңқырап маған қарады. Мынау алдымыздағы үлкен көл қамсақты ғой. Осының сол жағын ала жүріп, ана шаңырқай көрінген обаның белесінен тура ассақ, алдымыздан бір кішкене сүрлеу келеді. Сол сүрлеумен барып, Шұғаның белгісінен қара жолды қиып аламыз деді. Әңгіме азырақ ой бөлейін деді. Аттың жортысына шайқалып ауырып келе жатқан іште ұмытылғандай болды. Жол қысқарту үшін жолдасымен сөйлесуді мен өзімде тілеп келе жатыр ем. Бірақ бұрын сырлас адамым болмаған соң, әңгімеге қандай жайынын анық біле алмай сөз ашпап ем. Және менің бір әдетім, жолда келе жатқанда өзім сөйлегеннен де біреуді сөйлетіп тыңдауды артық көрушем. Жолдасым жол әңгімесін бітірсе, тағы да бар деген кісі тәрізді сөз сөйлеуге ыңғайланып тұрды. Мен әңгімені неден бастарымды білмедім. Жол жайын айтып өткен Шұғаның белгісі дегені бар еді. Одан пәлендей сөз туады деп дәмеленбесем де, бастауға себеп болсын деп ойлап, Шұғаның белгісі дегеніңіз не нәрсе? Тау ма? Дедім. Жоқ әншейін, бір оба шық деді. Кейін қалып бара жатқан соң, тағы тебініп қатарласып, Шұғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз ау деді. Мен қайдан білейін, бұл жаққа бірінші келуім, дедім. Білмессіз, сіздер жассыздар ғой деді маған. Маған қарағанда өзі недәуір көпті көрген үлкен адам боп көтеріліп қойды. Сіз білмейтін шығарсыз, жассыз ғой. Уақытында Шұғаның әңгімесін бұл өлкенің баласына шейін біліп болып еді. Ой, шіркін, өзі де Шұға десе Шұға еді-ау, деді. Жолдасымның бұл сөзінен мен Шұғаға ынтықтым, анығын сұрап білгім келді.
Шұғаның әңгімесін айтсаңыз қайтеді, жол қысқарсын дедім. Айтайын деді. Қарагерді тағы тебініп қатарласты. Жалпылдап жайылып келе жатқан етегін жинап, тақымына басып, ерніндегі насыбайын тастап, бір-екі түкірініп алып, ыңғайланып, бұл қызық әңгіме, тыңдаңыз деді. Сөзді бастап та жіберді. Бүгінгі шыққан ауылыңызды Ерекең ауылы дейді. Содан ары қарай өзеннің бойы жалпағынан ел. Бір атаның баласы 150-200 үйлер бар. Қыс-қыстаулары басқа болғанмен, жаз көбіне бірігіп отырады. Мынау алдымызда көрінген Қамсақты дейтін көліміз. Осының маңайы жыбырлаған шұқырынды томар. Августтан бастап осының басы елмен толады. Әр томарға 4-5 үйден қонып бөлек-бөлек отырғандары. Ой, Дариғай, талай қызықтар өтті ғой. Бала күнімізде анау көрінген төбенің басында талай асық ойнап ек. Ол да бір дәурен. Иә, бұл ауылдың күзге қарай қонатын жері. Жазғы тұрға августқа дейін отыратын жайлауымыз. Бұл көл де Шұғаның белгісі атанды. Бұрын тарғыл өгіз сойған деушек. Үлкен көл, маңайы толған шорқынды су. Ол уақытта жердің берекесі қандай. Өзіміздің ел қаншама. Оның үстіне ту сырдан келіп жаппастарда қонады. Кейінгі кезде ғана жаппас келуін қойды ғой. Біздің Беркінбай дейтін ағаларымыз болады. Бұрын бай еді. Болыстыққа таласам деумен ақ малын құртып алды. Осы күні кедей. Сол Беркінбайдың әкесінің нағашысы Жаппас Есімбек дейтін болды. Өзі бай еді. Жаппастың алды деуге боларлық. Беркінбайға арқа сүйеп, Есімбек сол өгіз сойтанның ең шырайлы жеріне қонушы еді. Өзі де жомарт, қонақпаз еді. Елге жағымды болып тұрды. Мал мен басы бірдей. Құдай тілегін берген бір адам. Ортан қолдай 4 ұлы болды. Шетінен қасқыр. Сол 4 ұлдың ортасында бұлаңдап өскен Шұға дейтін қызы болды. Шұға десе Шұға. Шұға. Ой, шіркіннің өзі де келбетті-ақ еді. Ақ құба, талдырмаш. Көзі қап-қара. Осы үріп ауызға салғандай еді. Ажары қандай болса, ақылы да сондай. Жеңілдік дегеннің не екенін білген бала емес. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай. Бір түрлі паң еді-ау шіркін. Бұл күнде ондай қыз қайда. Ажары тәуірлеу біреу болса, соны көтере алмайтынын да білмейсің. Ешкіге ұқсап, шошаңдап жүргені. Заман бұзылған ғой, ә? Осы күнгілердің бір тапқаны қызды оқыту керек дейді. Сол Шұғалар хатты зорға танушы еді. Сонда да осы күнгінің оқыған 10 қызына бергісіз еді. Айнала айтқанда Құдай сана берсін десеш. Осы кезде менің 20-ға жаңа келген кезім. Есімбектің үйіне араласып жүрдім. Менің бір Базарбай дейтін інім сол Есімбектің қойын бақты. Өзі бала күнде ептақ еді, былтыр қайтты. Сол баланың арқасында ерте барам, кеш қайтам. Жаз көбіне сонда болушем. Шұғаның сонда 16-дағы кезі шығар дейм. Елдің бозбалалары ертелі кеш қылжақтап сол ауылдан шықпайды. Ептеп сөз салдыратындары да болады. Бозбалалардың хатын таситын менің інім. Шұға біреуіне жауап қайтармайды. Бозбалалар кейіп, байдың қызы болған соң іріленгені ғой, тәкаппар деусі еді. Менімен құрдас біздің ауылда Кәрім деген бар. Сол уақытта да өзі есір соқтау еді. Біз мазақ қыла береміз. Шұғаға қылжақтайтынның біреуі сол. Бір күні бір жазған хаты менің қолыма түсті. Өлең жазған болыпты. Немене тәйір соның өлеңі. Қападан алып келген боз белбеуім болса да жаман жақсы өз белбеуім, көп айдың көрмегелі жүзі болды, жүрмісің аман есен, көз көргенім деп жазыпты. Боз балаға ермек керек. Мазақ қылу үшін Шұғаның хаты қылып, өлеңмен жазып Кәрімге тапсырдық. Кәрім ашып оқығанда төбесі көкке жеткендей болды. Біздің сонда Шұға болып жазған өлеңіміз: алаштан асып туған сымбатты май, базардың пұлы жетпес қымбатты май, арманым бұл жалғанда болмас беді, күн болса қосатұғын саған Құдай. Ой, алдай, қызық заман екен-ау, ә? Шұғаның әке-шешесінің бір артық жері 16-ға келгенше Шұғаны күйеуге бермейді. Осы күні байлар қызы шырылдап жерге түсісімен
біреудің малын алады ғой. Уақытында талай мырзалар айттырды, бәріне де нәсіп болмады. Ат жетер жердегі бай балалары мүлде түңіліп болды. Есімбек қызының бағын байлады. Енді бұған тәуір күйеу кездеспейді деп жұрт өсек қылып та жүрді. Ол әшейін бір сөз ғой. Құдайдың жазуынан артық не болмақ? Артынан естік. Есімбектің бермеудегі мәнісі өзі жас кезінде Қали дейтін құрдасымен серт байласқан болса керек. Бірімізден ұл, бірімізден қыз туса, екеуміз құда болайық деп. Сол сертін күтеді екен ғой. Иә. Қамсақтының басына түсіп, азырақ кідіріп, ер-тоқымымызды дұрыстап ерттеп тағы да жүріп кеттік. Қарекерді бір-екі бауырлап алып, жолдасым тағы сөзге кірісті. Ол кезде заман қандай, жер әдемі, мал көп, орыстың исі де жоқ. Жазғытұрғы майдың айы бітер-бітпесте шала-шарпы егін салып жайлауға жеткенше асығамыз. Бір жылы майдың 20 күні жайлауға барып қондық. Жаңбыр көп, шөптің шығысы да жақсы еді. Бозбаланың басы құралған соң, ертеңді кеш асыр салып ойнау, есіл дертіміз жаппас. Есімбектікі қашан келеді, етке қашан тоямыз дейміз. Бір күні қыз ойнаққа барып, таң ата келе жатсам, ұйықтап қалған екем. Әжем оятады, жаппас келіп қонып жатыр. Базарбаймен көрісіп, қарағымды сүйіп келдім дейді. Жалма-жан тұра сала далаға шықсам, сәске түс болып күн ысы бастаған екен. Көлдің оң жақ беті жыбырлаған мал, қой, түйе, шоқиып, жаппастың кішкене үйлері тұр. Көзімді ашып жұма, мен де жөнелдім. Мен келсем, менен әлде қашан бұрын жұрт жиналып қалған екен. Тоқты сойылып, қазан асылып қайнап та жатыр. Есімбектің үлкен үйі лық толған адам. Қымыз ішіп, әйдой қызды боп жатыр екен. Мен тегіс арыладым. Бір отауда шыға кездесті. Көрісіп амандасқаннан көзімді ала алмадым. Апырмай, адамзатта ондай сұлу болады екен-ау. Аққудың көгілдірігіндей осы әппақ. Үстінде шетін кестелеген ақ көйлек, омырауын неше түрлі ілгіштермен безеп тастаған қызыл пүліш қамзол. Басында үкі таққан түлкі бөрік. Өзі сұлу адамды мүлде одан жаман жандандырып, құбылдырып тұрды. Маған қарап шыға күлді. Мезгілімен келіп көрістіңіз-ау, деді. Мен не айтарымды білмедім. Бұрын әзілдесіп сөйлесе берушем, бұл жерде тілім байланды. Мынау аттан түсіп жатқан кім? Деді шыға. Артыма жалт қарасам, екі жігіт түсіп аттарын байлап жатыр екен. Біреуі орысшалау киінген. Тани кеттім. Әбдірахман ғой, дедім. Әбдірахманың кім? Қазақбайдың баласы. Я, әлгі учитель баласы ма? Я. Жап-жас жігіт екен ғой, деп бірер қаратта шыға отауға кіріп кетті. Мен Әбдірахманға амандасып, үйге ертіп жүрдім. Отаудың сықырлауығынан Шұғаның бізге сығалап қарап тұрғандығы білінді. Сіз білмейсіз ғой, деп жолдасым Қаракерді шаужайлап қатарласты. Сіз білмейсіз ғой, бізбен ағайын жасы менімен түйдей құрдас Әбдірахман деген болды. Жасында болыстың үйінде бұзау бағып өсіпті. Ол уақытта болыстың үйінде ауылнай учитель болатын. Балалармен араласып жүріп, учительден оқып, 4 жылдан соң мектепті бітіріп шығыпты. Әбдірахман өзі айтатын, күндіз қозы мен бұзау бағам, кешке келгенімде учитель бір шын мұсылман жігіт еді. Байлардың балаларынан да маған сенің оқығаның керек қой деп, түннің бір талайына дейін оқытушы еді. Ақырында сол учительдің арқасында мектепті бітірдім. Менің учителім бітіре алмастық борышым бар, деді. Әбдірахманның әкесі өте кедей болған адам. Ауылнай школынан шыққан соң да Әбдірахман малайлықтан құтыла алмады. Ақырында 12-13-тегі шамасы болса керек. Тұрған байынан қашып, дуанға барып, бір ноғайға жаз қызметке тұрып, қыс оқуға кірді. Бұл 2 жылға шейін жаз жалданумен болды. Берірек келген соң, жаз байларда орысша бала оқытты. Ақырында әйтеуір мектепті бітіріп шықты. Әбдірахман мектепті бітіргенде
Дабысы жер жарды. Өте зерек болған ғой. Учительдерді мақтаса керек. Дуандағы Нәшәндік тілмәш бол деп өтінген екен. Болмай елге келді. Нақ сол кезде болыстың песірі өліп песірсіз түреді. Әбдірахманға песір бол деп жабысты. Оған да болмады. Жамантік болысындағы бір байдың школына барып бала оқытты. Содан бері қыс сонда бала оқытып жаз елде болады. Сол жылы июнның бас кезінде келіп еді. Содан бері Әбдірахманды көргенім. Маған көріспейсің бе деп қалжыңдады. Әзілдесіп үйге кірдік. Төр алдында Қажыбай әңгімені көсілтіп отыр екен. Бізді көрген соң жым болды. Үй ішімен Әбдірахман тегіс амандасты. Есімбек бай онша жақсы көрмеген адамның қалыбын істеді. Бұрынғы сөздерін тастай беріп, оқығандар анау, оқығандар мынау болады деп шатпа тілге айналды. Мен ғажапқа қалдым. Артынан Әбдірахманнан себебін сұрасам, өткен жылы бұрынғы қалыбымен күзгі астыққа бай киізін сатқанда, Әбдірахман тілін алар адамдардың біріне де алдырмапты. Әзір асығып, екі бағасын алғанша, астықтарыңды жиып алған соң, шалқайып отырып, жарты бағасын аласыңдар деп. Әбдірахманның тілін алғандар бірталай пайда қылыпты. Мені олжамнан қақты деп, байдың тырсиып отырғаны осы екен. Ретінде Әбдірахманға, еліңді қыстан шығардың ба бала? Деді бай. Шүкір, шығардым, деді Әбдірахман. Жарайды. Ел қамқоры болған соң солай болу керек деп сөзін доғарды. Түс ауа берген мезгілде ет жеп болып, жұрт бет-бетіне тарай бастады. Мен ауылға қайтқанда Әбдірахман Есімбектікінде қалып қойып еді. Менің артымнан іле-шала келіп, Беркінбайдың үйіне түсіпті. Қымыз ішкен адам ұйықтап қалған екем, екінді әлетінде далаға шықсам, ауылдың сыртындағы белес ішінде Қажыбай ақсақал бар, бір талай адам сөйлесіп отыр екен. Мен де келдім. Әңгіме Әбдірахман турасында екен. Жақындап келгенімді-ақ Әбдірахманның өзі шынымен бұзылған ғой деген Қажыбай қарттың сампылдаған даусы құлағыма сап ете қалды. Өзі сөзшең адам бірінен соң бірін тізбектетіп, не бар пәлені Әбдірахманның үстіне үйіп отыр. Оларды мұсылман деуге болмайды. Айтатын ылғи Құдайға қарсылық сөз. Молдамен, хазіреттермен, ел бастаған басшылармен қас. Құдайдың барлығына шәк қылады. Байға мал жиып беріп отырған Құдай емес өзіміз дейді. Құдай сақтасын. Шын болса осы әлгі қазақты шоқындыратындардан көп ақша алған дейді ғой. Нәшәндікке тілмәш болмай, болысқа песір болмай, бала оқытуы да сол аздыру ретімен болса керек. Шалдың сөзін онша ықыласпен тыңдай қойған адам көрінбейді. Жастар бір бөлек әзілдесіп отыр екен. Мен де соларға қосылдым. Бәріміздің ермегіміз кәрім болды. Биыл Есімбектікі Қарағұмды жайлап қалады деп еді. Кәрім үшін ақ келген шығар, деді бір жігіт. Сендер байқадыңдар ма? Кәрімді көрген соң шыға бір түрлі құбылып кетті-ау, деді қу жігіт. Бұл екі арада қысты күні шығаны сағынып жүргендегі Кәрімнің шығарған өлеңі деп біреу өлең айтты. Мәңгенім астымдағы күрең дөнен, қашады таудан түлкі сүмең деген, ойында үш ұйықтасам бар ма менің, айырылып қалқам сенен жүрем деген. Жұрт ду күлді. Кәрім ашуланып кетіп қалды. Мен тұрып Беркінбайдың үйіне бардым. Әбдірахман шынтақтап домбыра тартып жатыр екен. Жоғары шық деді. Әзілдесіп отырдық. Көп замай әңгіме Шұғаға көшті. Әбдірахманның ойын білу үшін мен Шұға қалай екен, көрдің бе дедім. Әбдірахман күлімсіреді. Көрейін деп барып ем, көре алмадым деді. Иә, сен атыңды байлап жатқанда отаудың есігінің алдында тұр еді ғой. Сыртынан көрген болама, ауыз-бауыз сөйлеспеген соң. Ендеше бүгін Алтыбақан құрады, ауыз-бауыз сөйлесем. Шын айтасың ба? Деп Әбдірахман басын көтеріп алды. Есімбектің келіндерімен қалжыңдасып сұрағанымда кешке Алтыбақан құрамыз десіп еді, деп анығын айттым. Бәтіреке барайық дейді. Замандастың тілін кім алмайды? Мен ертіп бармақ болдым. Сізден несін жасырайын деді жолдасым. Сізден несін жасырайын? Өздеріңнің бастарыңда да бар нәрсе ғой. Жастық не қылғызбайды.
уақытында бөрі қызық. Есімбектің 3 баласы үйленген, біреуі бойдағы еді. Ең кіші келіні Зайкүл мына Тама Қаржаудың қызы еді. Заманында дүниені кешкен адам. Өзі де ажарлы, бозбала сүйетін қызыл шырайлы еді. Азырақ мінезінің жеңілдігі болмаса, ақылға да жақсы еді. Күйеуі Ыбырай Есімбектің балаларының ішіндегі момыны. Үн жоқ, түн жоқ, ертеңді-кеш мал соңында жүреді де қояды. Күйеуінің қалпын оң жақта жүргенде-ақ сезіп, Зайкүл бұзыла бастаған. Өздерімен бір жамағайын Сейіт дегенмен көңіл қосып, шығамын деп жүргенде елі сезіп қалып жібермеген. Ол кездегі болыс Құрман Есімбектің туған құдасы. Есімбектің жесірі кетсе, қыпшақпын деп қанға тарту жоқ. Құрман Жаппастың арын арлап тұрған. Болыстың ызғарының күштілігінен Қаржау қабыл-құбыл Есімбекке хабар тигізіп, аман есенінде қолына берген. Зайкүл ұзатылып келген соң көпке шейін кетемін деп жүрді, бірақ кете алмады. Айтқан сөзінен табылып, көңілдегі мүддесін орнына келтіретін жігіт сирек қой. Шында да, Зайкүлге тең жігіт табылмады. Сізден несін жасырайын? Ертеңді-кеш үйінен шықпаған соң мен Есімбектің үйінің бір адам ұқсап кеттім. Жүріс-тұрысымда ешбір ерсілік болмады. Ақырында Зайкүлмен жақындасып көңіл қостым. Бойдақ кезім ғой. Ол тием деді, мен алам дедім. Бұл сөз алғашқы кезінде бір-бірімізді жақындастыруға дәнекер есебінде болды. Шынына қалғанда екеумізде де ойнап күлгеннен басқа ескі сөзді, уәдені қозғайтын ой жоқ еді. Ойдың болуы да мүмкін емес. Есімбек бай, мен кедей. Келінін тартып алсам, ертеңгі күні шаңымды аспанға шығарады. Кедейлік не қылмады? Зайкүл сөзшең қатын еді. Кей кездерде мені қалжыңдап өлең айтады. Қасымжан, серт байласқан сен емес пең, ұстаған етегіңнен мен емес пем. Болса да не қиындық басты тартпас, жүретін қол ұстасып тең емес пем. Мен өлең шығара алмайым. Ауылда Төкөй дейтін бар еді, өзімнің өлеңім қып, соған өлең шығартып алдым. Деген соң, сұлу Зайкүл, айтуға сымбатыңды жетпейді тіл. Басымды тау мен тасқа ұрсамдағы, ешбір іс ретіне келмей ақ жүр. Өй дариға, талай қызықтар бастан өткен екен ау. Ас су ішіп, Әбдірахман екеуміз үйден шыққанда, елдің алды жата бастап еді. Түн тастай қараңғы. Аяңдап келе жатырмыз. Есімбектің ауылының сырты ызы шу, қым-қуыт. Әбдірахман жылдамдай басып, менің алдымда орай береді. Біртіндеп жақындаған сайын асыр салып ойнаған балалардың, әзілдесіп ойнап күлген қыз-қатындардың дауыстары айқындала береді. Әлдекімнің арт жағымыздан сыңқылдап күлген даусы естілгендей болды. Әбдірахманды иығынан тартып тоқтатып, күтуге айналдық. Қараңдаған 2-3 адамның бойы көрінді. Қойш қарағым, әурелемеш. Біреу дауыстан қырап, Қалқажан, әу, менің манаға айтқаным бола ма? Қыз күлді. Жарар, болады. Жақындап қалды. Дауыс таныс. Айнабайдың қызы. Ауылы Есімбек пен біздің ауылымыздың орталығында. 10 шақты үйлі керей. Біз ауылының тұсынан өткенде қатындарының дабырлап жүргендері білініп еді. Күлзипа келет деп күлдім. Әбдірахманның Күлзипа десең шамы. Ағайын арасында аз үйлі керей болғанмен, Айнабай деген бірді бірге соғып, екі елдің арасына от салып тұтандырып жүретін бір қызыл көзді пәле. Ел ішінде Айнабайдың істемеген бұзықтығы жоқ. Анау-мынау адамдар өзінен сескенетін еді. Қызы Күлзипа сонда 17 шамасында шығар дейм. Орта бойлы, қара сұрлау, тік қабақ, сұстаныңқырап тұратын адам еді. Айнабай өзі кедей уақытында күйеуге беріп, соңғы кезде шел бітіп тәуірленген соң айырғысы келетін. Ел ішінде көзге түсетін жігіт ол кезде Әбдірахман. Айнабай өзі ат арқасына мініп жүрген соң қызын тәуір жігітке бергісі келіп, Әбдірахманнан үміттенген. Әбдірахманның жайына қараймын ғой. Азнаулақ мал берсе де үйлесерек деп айтадымыз деген сөз қашып жүрді. Жеңіл ауыз қатындар Әбдірахман ауылына келсе, күйеу деп мазасын алады.
Жалпы жұрт Күлзипаны Әбдірахман қайтсе де алады деп өздерінше сөзді біткенге есептейді. Сол жылы қыз Әбдірахманның әкесі шөп іздеп жүріп Айнабайдың үйіне келсе, Айнабайдың қатыны қос қазыны бұзбастан салып, етпен сыйлап, ақысыз пұлсыз бір шана шөп беріп жібереді. Айнабайдың қызының ержеткендігіне және дәулетіне қызығып, Әбдірахманның әкесі құда болуға өте құмарланады. Бірақ Әбдірахман ұнатпайды. Тіпті сүймеймін, сүймеген адамды не қып алам дейді. Әбдірахманның бұл сырын заман құрбысынан басқа ешкім сезбейтін еді. Әлде қалай бір жерде кездесе қалса, Күлзипа ұялып, қызарып, тәңірге жазатты алады. Күлзипа екенін білген соң, Әбдірахман жүруге ыңғайланса да мен жібермедім. Қалжыңдасып барғанды жөн көрдім. Дабырласып сөйлескен күйлерімен бізге төніп келді де, бір келіншек, «Ибай, көтек, мал десек адам екен ғой» деді. Одағайлап шеттей бастады. «Маржанбикемісің, бері кел» дедім. «Мұнысы кім? Мені таниды ғой. Бар, кім екен?» деді Күлзипа. Әбдірахман жүре берді. Мен олардың жанына бардым. «Анауың кім?» десті. «Әбдірахман, күйеу екен ғой. Бізде неге қашты?» деп Маржанбике күле сөйледі. Күлзипа тәлімсіп, жеңгесінің құлағына сыбырлап, сыңқылдап күлісті. Аяңдай басып, Әбдірахманның артынан жеттік. Бізбен жұмысы жоқ. Есіл дерті Алтыбақанда. «Амансыздар ма?» дегеннен басқа еш нәрсе айтпады. Күлзипа сызылып, жеңгесінің артына таман жүріп отырды. Алтыбақанға жақындадық. Сөйлеген сөз, ойнаған ойын, қараңдаған адам бәрі де анық көріне бастады. Нақ біздің келуімізді күткендей екі қыз арқанға асылып, ырғалып ән салды. «Шыға құдашаларың әнді бастады» деді Маржанбике. Нақ сол минутта шыққан үн шынында да Шығадан басқаға лайық емес еді. Сондағы айтқан өлеңі әлі құлағымда. Не мұңдық, бұл дүниеде қыздар мұңдық. Ағадан болып мұңдық неге тудық? Атадан мұңдық болып тумас едік, бұрынғы ата-баба жолын қудық.